Арнама қош келдіңіз. Бүгін сиқырлы бәліш рецебімен бөлісетін боламын. Не үшін сиқырлы деп ойласаңыз, видеоны соңына дейін көріңіз. Ол үшін жұмыртқаның сарысына қантты салып жақсылап араластырамыз. Жұмыртқа бөлме температурасында болу керек. Жұмыртқаның ақ уызы мен сарысын жылы кезінде бөлу қиын болады, сол үшін тоңазытқыштан шығарған бетте бөліп дайындап алыңыз. Енді ерітілген сары майды қосып жақсылап араластырамыз. Сары майды су моншасында, яғни сары май салынған ыдысты қайнап тұрған суға салып еріткен дұрыс. Енді жылытылған сүтті қосып араластырамыз. Сүтке жарты шай қасығы ванилин қосып, қайнағанша ысытып аламыз. Сәл салқындатып аламыз, сүтіміз ыстық та суық та емес, жылы болу керек. Ұнды електен өткізіп қосамыз. Түйіршіктері қалмағанша жақсылап араластырамыз. Енді лимон шырынын дайындаймыз. Жұмыртқаның ақ уызына 1 шай қасық лимонды қосып миксерлейміз. Менде миксердің максималды жылдамдығы 5. Алдымен бірінші жылдамдыққа қойып, шамамен 1 минут миксерлеймін. Одан кейін жылдамдықты 2-ге көтеріп, шамамен 2 минут араластырамын. Ақ уыз әппақ қою болғанша шайқаймыз. Енді сұйық массамен ақ уызды біріктіреміз. Екі массаны біріктірген кезде өте мұқият болған жөн. Төменнен жоғары айналдыра отырып асықпай араластырамыз. Міне осындай бір текті сұйық қамыр шығады. Дайын болған қамырымызды формаға құямыз. Менде диаметрі 24 сантиметрлік форма. Егер сізде 22 сантиметрлік форма болса, тіпті жақсы. Алдын ала қыздырып алған пешке форманы саламыз. 150 градус температурада 1 сағат 15 минут пісіреміз. Беті қып-қызыл болып қызарып піседі, күйіп кетеді деп уайымдамаңыз. Үсті үлпілдеген бисквит, ортасы қою крем, асты тығыз ылғалды бисквит болып, өздігінен 3 қабатқа бөлініп шығатын ерекше бәлішіміз дайын. Жұп-жұмсақ, нәзік, дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Арнама жазылуды ұмытпаңыздар, астарыңыз дәмді болсын.